Үлкен өзгеріс кішкентай қадамдардан басталады. Өзгеріс адам бойында бір сәттен-ақ дереу өз жұмысын бастап кетпейді. Дәлірегі, адам баласы бірден өзгеріп сала бермейді. Өзгеріс ретімен сатылап, жайлап орын алатын құбылыс. Түбегейлі жаңа бағытқа өзгеру көп сабырды талап етеді. Мысалы, бірден уақытылы ұйықтап, ерте оянып кететін жақсы әдетті қалыптастыру барлық адамға қиынға соғады. Оның үстіне осыншалықты деңгейдегі қарбалыс өмірде бәріне үлгеріп жүру де өте жауапты іс. Ерте тұра алмай уақытылы ұйықтай алмай жүрген жан әлемде жалғыз сен емессің. Қазір белсенді жастар көп болғандықтан жұмыстың басым бөлігі электронды техникалармен жүзеге асады. Қарапайым ұялы телефонсыз тірлік бітіру мүмкін емес заманға жеттік. Дұрыс режимді дереу орната алмағаның үшін өзіңді жазғырып кінәлаудың еш қажеті жоқ. Нәтиже бірден пайда бола кетпейді. Әрбір нәрсенің қалыпқа келіп бір ритмге түсуі үшін уақыт керек. Ал жеке тұлғаның бір қалыптан екінші бір режимге трансформация жедел жүзеге асуы тіпті мүмкін емес. Бастысы, аз-аздан болса да бетке алған мақсаттан қайтпай, өзгеріске қарай күн сайын қадам жасау. Әрбір қадам ертең үлкен нәтиже мен жеңіске алып келеді. Ең бірінші, ерте тұрмас бұрын ерте ұйықтау қажет. Яғни, шаруаны ерте тұрудан емес, ерте ұйықтаудан бастаған дұрыс. Ерте ұйықтамаған жағдайда не болуы мүмкін? Түрлі құрал-жабдықтың, техниканың қолданылу реті, қажеттілік функциясы мен ерекшелігі болатыны тәрізді, адам баласының ағзасы да бір реттілікке бағынып жұмыс істеп тұр. Егер организмімізден ақаушылар болса, тұтас денсаулыққа, өмір сүру жағдайымыз бен көңіл күйімізге әсер етеді. Күн батады, ақшам намазы кіреді. Сосын құптан намазының мезгілі жетіп, түн болады. Түн кірісімен негізі жатып демалған жөн. Жасанды жарықтарды мейлінше аз пайдаланып, жарықты шақырайтып жақпай, ағзаны ұйқыға дайындау қажет. Тіпті ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед «Мен құптаннан кейін сөйлескенді ұнатпаймын» деген мағынадағы хадисі де бар. Алла елшісі пайдасыз сөз айтпайды ғой. Бұл сөздің өзі құптан намазынан кейін адам демалудың қамына кірісіп, төсек орнын реттеп, ұйқыға жатуы тиіс дегенді білдіреді. Ал көпшілігімізде өкінішке қарай керісінше кешке тірлігіміз қыза түсетіндей, белсенділігіміз де артып кететіндей ме, күндіз үлгере алмай жатқан ісімізді түнде орындайын деп ысыра береміз. Түн ауғанша жұмыс істейміз. Рас, замана ағымы көп жұмыс істеуге, табыс іздеуге мәжбүрлейді. Бірақ салдары ше? Түрлі дертке душар болып, денсаулығымыз бұзылуының зиянын есептедік пе? Денсаулық қана емес, өміріміздің өзінде жиі бұзылады. Ештеңеге үлгермейтін, үнемі ұйқымыз қанбайтын, бала-шаға көңіл бөлмек түгілі, өзіміздің тез ашуға бой алдыруымыздың басты себептері режим болғаны емес пе? Оны жайлап айтқан кім бар? Ақпараттарды білгеннен соң, ақырындап өз өміріңе енгізуге тырыс. Бәрін бірден болмаса да біртіндеп, сондай пайдалы өзгерістер қатарына саған тағымына мәліметтерді де ұсына кетейік. Таңертеңгі жаттығуларға қатысты да керек кеңестер көп. Соның бірі, әрі өте маңыздысы дұрыс тыныс алу. Дұрыс тыныс алу техникасын жасау арқылы ішкі құрылыс пен дене мүшеңізге үлкен сый жасайсың. Яғни, дұрыс тыныс алу техникасы көмегімен бүкіл ағзаңды оттегімен қамтамасыз етесің. Олар да оянып, қан айналымы жақсарып, күні бойына жеткіліктей керемет күш-қуат жинай бастайды.
Сенің тарапыңнан ағза бонус алғандай әсермен жоғары деңгейде қызмет жасайтын болады. Белсенділігі артады. Дұрыс тыныс алуды жасап болғаннан кейін міндетті түрде қайнаған бірақ аузың күймейтіндей температурада 1 стакан ыстық суды отырып ішуді әдет еткен жөн. Бар болса, оған 1 қасық бал қосу тіпті керемет. Себебі мұндай концентрация адамның қандағы плазманың құрамымен пара-пар болады екен. Түнмен су ішпесең де, таңертеңнен немесе түнде бірнеше рет кіші дәретке шығу арқылы ағзадағы, әсіресе қанның құрамындағы су төмендеп, қан қоюланады. Сондықтан таңертең күн шыққанға дейін су ішу көп зиянның алдын алады. Көп жағдайда, әсіресе егде жастағы кісілердің жүрегі таңға жуық тоқтап қалып та жатады. Қанның қоюлануы осы мезгілде шегіне жетеді. Сол уақыттан ертерек тұрып, күн шыққанға дейін жылы суды ішу қан құрамын ретке келтіріп, оны сұйылтып, келеңсіздіктің алдын алу мүмкін. Әрине, егер Алланың қалауы солай болса, ескеретін жайт, суды міндетті түрде тек отырып ішкен дұрыс. Себебі ас қорыту жүйеміздің орналасуы сондай, кісі түрегеп тұрған кезде, бөлек отырған кезде бөлек болады. Өзіміз отырып ішуді дағдымызға айналдырғаннан кейін, балаларымыз да соған жақсылап тәрбиелеуіміз керек. Не себепті? Себебі пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, адам баласы тұрып ішкен судың қаншалықты зиян екенін білсе, түгін қалдырмай құсар еді деген. Тұрып ішкен су шынында бізге қатты зиян тигізеді екен. Медициналық тұрғыдан да қаншама ғасыр өткеннен кейін тұрып ішудің зияны дәлелденген. Түрегеп ішілген су бірден ішектерге өтіп кетеді. Отырып ішкен кезде асқазан өзінің формасын басқаша күйге түсіреді де, ішкен суымыз бірінші асқазанға тұрақтайды. Біздің жаратылыс солай. Асқазанда ғана суды жібереді. Ал енді неге жылы су десеңіз, себебі салқын су ішетін болсақ, ол асқазанымызға түскен сәтте асқазан суды бірден ішекке өткізбей, оны міндетті түрде жылытады. Жылыту үшін өте үлкен энергия жұмсайды. Яғни басқа заттарға қажетті энергиямызды суды жылытуға жұмсап қоюымыз да мүмкін. Ал егер қайнаған жылы су ішер болсақ, қаншама күш-қуатымызды үнемдеген болар едік. Асқазанымыздың да жұмысын ауырлатпай, жақсы қызмет етуіне мүмкіндік береміз. Суда тұрып ішкен адамдардың көбі холерамен ауырады деген мәлімет бар. Сол үшін балаларға да кішкентайынан отырып ішуді үйрету аса маңызды. Қарапайым суды отырып ішу арқылы балалар ағзасындағы неше түрлі ішек вирустары, іш өту, тұмау сияқты аурулардан баланы қорғай аламыз. Алла тағала аманат еткен. Бірінші, өзіміз зиян тигізбей, бар кезінде бағалап, ең қымбат байлығымыздың қадірін біле жүрейік. Денсаулықты күту өте маңызды екенін әрбір әрекетімізбен ескерейік. Өмірімізді жаңа арнаға бұрып, өзгертуге аяқ басу үшін істі бірден үлкен дүниелерден бастаудың қажеті жоқ. Кішкентай, қарапайым ғана күнделікті әдеттерімізді өзгертіп, нәпсімізді ауыздықтап, өзіміз қолға алып, әрекет етсек, үлкен трансформацияларға аяқ басамыз. Ерте тұру әдетін қалыптастыруда негізгі 5 қағида бар. Біріншісі, ұйықтардан 5 сағат алдын майлы, ауыр тамақ жемеу. Кем дегенде 3 сағат бұрын тамақ жеуді тоқтату. Ұйқы алдында тамақ жеп алу дегеніміз, қарапайым тілде айтсақ, организмімізге мен демаламын, бірақ сендер тамақты қорытып, әрі қарай жұмыс істеңдер деген бұйрықпен пара-пар. Бұл ұсақ түйек секілді көрінгенмен
көп жағдайда үлкен рөл атқаратынын есте сақтаған дұрыс. Екінші қағида: ерте тұруға қатысты өз-өзімізге кедергі ойлап таппай, сылтау іздемей, шын ниетпен ерте тұрамын, дағдыланамын деп өзіңді қолға алып, жоспарыңды тиянақталап алсаң, ештеңе де саған бөгет болмайды. Бөгет болып кедергі келтіретін әбден ескі сүрлеуге дағдыланып қалған санаң, миыңдағы шектеулер ғана. Жоспармен жүрген, ерте тұрған адамның күні берекелі. Ең бастысы, ағзасы энергияға толы болады. Тек миға маған ерте тұру қажет деген сигналды жақсылап орнатып алу керек. Мысалы, таңғы рейске билет алып, әуежайға баратын болып, ниетпен ұйықтаған кезде қоңыраудан бұрын оянып алған сәттерің есіңде шығар. Демек, осы әдісті қолдан. Сол сияқты, үшінші әдісте маңызды іс-шара, жұмыстар мен кездесулерді таңертеңгі уақытқа бекіт. Ұйықтап қалып кешігіп қалсаң, үлкен мүмкіндікті өткізіп алатыныңды ескеру қажет. Маңызды келіссөздер күннің алғашқы бөлігінде өнімді әрі сәтті өтеді. Себебі таңертең сенің ойың сергек және миың тұнық қалыпта болады. Аталған әдіс тек ерте тұруға емес, бойымызда жауапкершілікті арттыруға да көп септігін тигізетінін ұмытпа. Төртінші қағида ретінде таңертең ояна салып, ұйқыны ашамын деп ұялы телефон, теледидарға қосудың қажеті жоқ. Өйткені теледидардан бөлінетін ультракүлгін сәулелер мен көгілдір түс адамның ұйқы бездеріне тікелей әсер етеді. Жаңалық оқуға, әлеуметтік желіге кіруге де асықпа. Кейде жағымсыз жаңалықтар сенің көңіл күйіңе де кері әсер етіп, күніңнің көңілсіз өтуіне себеп болуы әбден мүмкін. Ал бесінші қағида: оянатын уақытқа сағат қойған кезде оятқышты жаныңнан алысқа қою қажет. Тұрып өшіруге жеткенше ұйқы ашылуы мүмкін. Егер оятқыш дәл жаныңда болса, ескі әдетше қоңырауын өшіріп, әрі қарай ұйықтап қалуың ғажап емес. Сондықтан өзіңнен алыстау жерге оятқышты қоюға дағдылан. Оятқышты өшірген соң бірден жарықты жағып қой. Жарық адам. Тұтас жаратылыс адам үшін қызмет етеді. Біздің игілігіміз үшін жұмыс істейді. Біз бұл жүйеден ғақтан қалып қояр болсақ, бірге жұмыс жасап, қатар дамып отырмасақ, оған кері әрекет жасасақ, өзімізге зиян келеді. Қалай? Мысалы, күн өз ұясынан шығады, ал біз тал түсте ояндық. Осының өзі біздің тоқтап қалған сағат сияқты. Тіршілік үйлесімінен кейін қылғанымыздың бір дәлелі. Себебі әр нәрсенің өз белгіленген уақыты бар. Бар кезінде денсаулықтың бағасын білмей, күш-қуаттың да қадіріне жете бермейміз. Күндіз-түні бізге қызмет етіп тұрған аяқ-қолымызға, дене мүшемізге шүкір айтуды да ұмытып кетеміз. Сол сияқты кеш ұйықтап, кеш тұрғаннан, яғни денсаулығымызға кері әсер ететін жүйесіз режимді реттеуге асықпаймыз. Дене мүшемізде ақау сезіле бастағанда ғана дәрі-дәрмек іздеп емделудің жолын қарастыра бастаймыз. Негізі бәріміз жақсы білетіндей, ауырып ем іздегенше бірден ауырмайтын жол іздеген дұрыс. Уақытылы ұйықтамаудың әдетке айналуы денсаулығымызға орасан зор зиян келтіреді. Ең бірінші жапа шегетін әрине бауыр. Уақытында жатпай, мезгілсіз жүріп алу бауырдың басты жұмысына тоқтау қояды. Күні бойы ішкен жеген түрлі тағамдарды ағзадан шығаруға, шлактан тазарту, токсиндерден арылтуға жұмыс жасайтын бауырдың қызметін шектеп, сағат 22:00-ден 12:00-ге кейін де ұйықтамай қоятын болсақ, бауырымызға салмақ түседі. Себебі бұл уақыт бауырдың демалатын, өзін қалыпқа келтіретін сәті. Сонымен қатар
ағзамызға ерекше маңызы бар мелатонин бөлінетін мезгіл де осы. Мелатонин жақсы бөлінуі үшін бөлменің қою қараңғы болғаны дұрыс. Негізі бүкіл ағзамызға әсер ететін мелатонин адам ұйқыда болса 21:30-дан бастап бөліне бастайды. Егер уақытты 12-ден асырып ұйықтамасақ, тек бауыр емес, бүйрегінде осы сәтте өзіндік қызметін атқару барысында қиындыққа ұшырайды. Бүйрек үсті бездерінен бізге өмірлік маңызы бар гормондар түзіледі. Түнгі 12 мен 2 аралығында ағзамызға демалуға мүмкіндік бермей, әрі қарай жұмыс істеуін жалғастыра беретін болсақ, бүйрек өз функциясын толық атқара алмай, болдырып, түрлі ауруларға ұшырай бастайды. Сонымен бірге, бұл түнгі 2 мен 3 аралығында гормондар да жұмыс істейді. Тестостерон және тағы басқа түрлі әйелдік гормондар бөлініп шығады. Яғни әр гормон нормасының дұрыс болуы, мөлшерінен ауытқымауы кортизол гормонының тұрақтануына тікелей байланысты. Керісінше, дәл осы уақытта ұйықтамай жүріп қалсаң, мерзімі өтіп кеткеннен кейін, яғни түнгі 2-ден асқан соң, қанша ұйықтайын десең де ұйықтай алмайсың. Өз-өзіңнен бойыңды бір қорқыныш билегендей сезім оянып, қанша шаршап тұрсаң да кірпігің айқаспай ұйықтай алмайтын сәттер болады. Біртүрлі кейде тыпыршып, аунап жата бересің. Себебі бұл уақытта кортизол гормонының үйлесімі біздің ағзамызда өз мөлшерінен тым өсіп кетеді. Бойыңды үрей билегендей болып, қорқынышқа да жол бересің. Содан кейін қарның ашқанын байқайсың, тамақ ішкің келеді, бір нәрсе жегің келе бастайды. Себебі гормондарды қалыпты деңгейіне түсіру үшін миға сондай сигнал барады. Бойыңдағы үрейді сейілтуде мидың берген сигналы сені еріксіз тоңазытқыштың тұсынан бір-ақ шығарады. Амал жоқ, асқазанның да қалауын орындаймын деп, ағзаға да одан сайын ауыртпалық саласың. Түн ортасында тамақ жеуде өте зиянды екенін біле тұра, бұл қадамға барасың. Енді осылай таң атырғаннан кейін түнде кеш жаттым, енді кеш оянсам болады, сөйтіп бәрін қалпына келтірем деп ойласаң, тағы қатты қателесесің. Өйткені енді бауыр да, бүйрек те бұл күні демалмағандықтан, өз уақытынан кеш қалғандықтан қайта қалпына келмейді. Тіпті түскі 15:00-ге дейін ұйықтасаң да ретке келмейді. Бойыңда күні бойы дел-салдық басып, энергияң тым төмен қалыпта ісің өнбей жүресің. Сонымен қатар, түнгі ұйқының аздығы біздің миымызға да өте зиян екен. Түнгі ұйқы мидың негізгі қорегі, мидың суы саналады. Су жетіспесе құрғап бастайтын кез келген нәрсе сияқты, түнгі ұйқының аздығынан да мида құрғап бастайды. Бұл есте сақтау қабілетің нашарлап, ақпаратты миың қорыта алмай қиналып, жеңіл жаңалық мәліметтің өзі миға әрең сіңуіне әкеп соғады. Ұйқы өз уақытында болмағаннан кейін тез шаршау басып, өзіңді әлсіз сезініп, бас ауырып, күш-қуат азаяды. Түске дейін жатып, ұйқыңды қандырып тұрсаң да, денеңде осындай жайсыздық орнайды. Бұл айналып келгенде жұмысқа деген қабілетіңді төмендетіп, белгілі бір іске де құлшынысты жояды. Ештеңеге зауқың соқпайды. Осыдан кейін амал жоқ денеміз, миымыз жұмыс істеуді қаламай тұрса да, өзімізді өзіміз қинап, жұмыс жасату басталады. Қиналып жұмыс атқарғаннан кейін, сол жұмыстың өзі сізге ұнамауы заңды құбылыс. Сонымен қатар, кеш жату, уақытында ұйықтамау зат алмасу процесімізді бұзады. Яғни, метаболизм нашарлайды. Бауыр қалыпты деңгейіне келе алмағандықтан, ағзамызды артықшылықтан тазартпағандықтан, келесі күні де сапалы жұмыс істей қоймайды. Бүйрегіміз де дәл солай, мүмкіндігіне сай қызмет атқаруға қауқары жетпейді. Гормондар да дұрыс бөлінбегендіктен зат алмасу
процесіміз төмендейді. Осындай себептердің салдары артық салмақ қосуға алып келеді. Мына мәселе есіңде болсын. Егер сен қазір барынша дұрыс тамақтанып, салмақтан арылу үшін жаттығу жасап, түрлі дәрумен ішіп, артық салмақпен күрес жүргізіп жүрсең, ұйқы режимін реттемей, салмақ тастау, денсаулықты түзеу мүмкін емес. Қанша тырысқаныңмен артық салмақтан ұйқыңды реттемейінше арыла алмайсың. Бұл дәлелденген факт. Бәлкім, уақытында ұйықтамау осынша зиян әкеледі деп ойламаған боларсың. Ал енді ерте тұрмаудың зияндары жайлы толық білетін болсаң, сен ұйқыға деген көзқарасыңды да өзгертесің. Біз кейде күн шығып, шақырайған тапа-тал түс болса да ұйықтап жата береміз. Сол кезде ағзамызда қандай өзгерістер болады? Бұл нәрсенің маңызын саған атақты Машонов деген ғалымның жаңалығын арқылы түсіндіргіміз келеді. 1970 жылдары Машонов үлкен бір конференцияда таң намазының пайдасы жайлы баяндама жасаған. Оның ғылыми жобасы күн шыққаннан кейін де ұйықтап жатқан адамды бақылап көруге шақырады. Ол адам қайта-қайта жұтынып жатады. Не себепті? Біздің организм түрі бойы жұмыс істейді. Бауыр, бүйрек, токсиндарды шығарады. Бүкіл ағзамызды тазартты. Сол ағзамыз шығарған түрлі бактерияларды, ағзамызға зиянды микробтарды ауыз қуысына шығарады екен. Сенің ауыз қуысыңа жиналып тұрған микроорганизмдер таң атып, күн шыққан кезде олар өте белсенді бола түседі. Содан олар көбейе бастайды. Әрине, көбейгеннен кейін өзінен улы заттарды бөледі. Сенде сілекей бөлу рефлекс пайда болады. Содан тоқтаусыз жұтына бастайды. Яғни ағзаларымыз түнімен жұмыс істеп, қаншама еңбек атқарып, саған зиянды патогенді микроорганизмдерді ауыз қуысына шығарады. Оны жуып тастайтын уақытта ұйықтап жатар болсақ, сілекейімізбен ішке қайта жұтып, ағзаны 2 есе улайды екенбіз. Таң уақыты кіргеннен басталатын осы процесс күн шыққанша жалғасады екен. Сосын денеде түсініксіз ауырлық, дес алдық, тез шаршау басталады. Егер өзіңнен осындай белгілерді байқасаң, міндетті түрде осы нәрсені реттеуді қолға ал. Яғни күн шықпай тұрып, ең абзалы таң кірерге дейін ояну керектігі жадыңда ұста. Байқасаң, сол уақытта құстардың өзі де оянып, белсенді тіршілікке кірісіп, шықылықтап жататынын естисің. Ал енді бұл уақыт шамамен қай сағаттарда, оны қалай білемін дейтін болсаң, келесі ақпаратқа көш. Бұл уақыттарды білудің оңтайлы жолы әр қаладағы таң уақытының кіруі, күннің шығуы жазылатын намаз кестесі. Республикамыз кең байтақ қой. Әр қалаға таң намазы әртүрлі уақытта кіреді. Барша осы ғаламдық жүйенің жаратушысы, осы әлемдегі ең саналы тіршілік иесіне пайдалы болатын дүниелердің барлығында бізге көрсетіп қойды. Жоғарыдағы бар ақпараттарды мұқият игерсек, таң намазының оқылуы бірінші кезекте біздің пайдамыз үшін жасалғанын саналы түрде ұғына түсеміз. Дәл осы уақыт адамның рухы да азық алуға ең қолайлы екен. Бұған дейін магия утра кітабы туралы таңғы уақыттағы ритуалдардың маңызы жайлы жазғандарын естіген, оқыған боларсың. Ал мұсылман қауымы оны қаншама ғасырлардан бері жасап келе жатыр. Әзірге сен намаз оқымайтын болсаң да, таңғы уақыт кірісімен оянып, міндетті түрде дәрет алып, организмді дайындап қойған патогенді микроорганизмдерді ағзаң